Ресей билігінің Қырым көпіріне қатысты кезекті өтірігі, қаншама адамның өліміне себепші болған Путин мен оның айналасындағы билік өкілдері қалай алдап жүргенін білесіз бе? Қазір түсіндіреміз. 2014 жылы Ресей Қырымды аннексиялаған соң автокөлік және теміржол ретінде салынған Қырым көпірін білетін шығарсыздар. Ресей Украинаға қарсы заңсыз агрессиясын бастаған соң бұл көпірде жарылыс та болды. Кремль жарылыстың артында Украина билігі тұрғанын бірнеше рет айтқан. Бірақ айтайын дегеніміз бұл емес. Бір қызығы, Кремль бұл көпірді соғыс мақсатында емес, азаматтық объект ретінде қолданып жатырмыз деп біраз мәрте айтқан. Бұл көпір расымен тек бейбіт мақсатта қолданып келе ме? Тексеріп көрдік. Негізі халықаралық гуманитарлық құқықта азаматтық объект деп әскери мақсатта мүлдем қолданылмайтынын білдіретін ұғым. Алайда желіде Қырым көпірі арқылы соғысқа ауыр техника, қару және отынды Ресей әскері жіберіп жатқанына дәлел көп. Тіпті темір жол ғана емес, автокөлік жолы да қолданылған. Егер бұл сипаттамаларға қарайтын болсақ, объектінің әскери мақсаты бар. Сөйте тұра ресейлік тарап азаматтардың жүріп тұруында шектемейді және бұл жағдайда екі түрлі мақсатта қолданып жатыр деп айта аламыз. Яғни Ресей билігі әдеттегідей өтірік айтып отыр деп нақты айтуымызға дәлел бар. Мысалы, былтыр 26 тамызда Ресей армиясының әскери техникасы Қырым көпірінің Ресей жағындағы кіре берісіндегі Таман станциясынан байқалды. Міне мынау кадр. Тағы бір мысал, 2023 жылы 28 наурызда баспасөз құралдары мен әлеуметтік желілерде Қырым көпірінде ресейлік әскерлердің апатқа түскен туралы хабарлама тарады. Міне мына екі суреттен байқай аласыз. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар, видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.